YouTube'да тақырыпты дұрыс жазу құпиясы. Сәлем достар, бұл Мәке блог. Бүгін сіздермен YouTube'да тақырыпты қалай дұрыс жазу керек екенін айтатын боламын. Өйткені дұрыс қойылған тақырып сіздің видеоңызды көрерменге жеткізетін бірінші қадам екенін ұмытпаңыз. Көп ютуберлер қателік жібереді. Тақырыпты тым ұзын қояды, кілттік сөз жазбайды, қызықсыз немесе жалпылама жазады. Енді қадам-қадам не істеу керек екенін қарайық. Бірінші қадам негізгі кілт сөзді анықтау. Видеоны қай тақырыпта түсірдіңіз, соған сәйкес кілт сөзді ойластырыңыз. Мысалы, видеоңыз YouTube'да алғашқы 1000 жазылушы жайлы болса, кілт сөзі YouTube 1000 жазылушы. Екінші қадам тақырыпты қысқа етіңіз. YouTube ұзын тақырыптарды ұсынбайды. Ең дұрысы 50-60 символдан аспау. Мысалы, YouTube'да алғашқы 1000 жазылушыға жету жолдары жайлы толық нұсқаулық деп ұзын жазғаннан, YouTube'да алғашқы 1000 жазылушыға жету жолдары. Қысқа әрі нақты. Үшінші қадам интрига қосу. Көрерменде мен міндетті түрде көруім керек деген ой қалдыру маңызды. Мысалы, арнаңызды дамытпай тұрған бір қате, YouTube кеңес деген сияқты. Төртінші қадам бос сөздерден аулақ болу. Супер блог, жаңа видео сияқты сөздер пайдасыз. YouTube ізденуінде мұндай сөздер ештеңе әкелмейді. Бесінші қадам тест жасаңыз. Бір видеоға бірнеше тақырып нұсқасын ойластырыңыз және аналитикадан қайсысы көбірек қаралым әкелгенін қадағалаңыз. Сонымен қысқаша айтқанда, кілт сөзді таңдаңыз, тақырыпты қысқа жазыңыз, интрига қосыңыз, бос сөздерді алып тастаңыз, нәтижені тексеріп отырыңыз. Міне бұл YouTube'да тақырыпты дұрыс жазудың құпиялары. Келесі кеңесте біз сіздерге thumbnail, яғни обложка жасау лайфхактарын көрсететін боламын. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз.